Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қала ауылымнан шыққан Ақжарқын жайлы айтатын боламыз. Бәріміз бірінші Ақжарқынды қала ауылымнан танимыз. Одан кейін өзінің лағман пісіріп, өзінің Жора лағман атты кішігірім лағман ханасын ашты. Ақжарқын пысықтығын көрсетіп, лағман ханада біраз жұмыс істеп, біраз ақша жинап, өзінің бірінші көлігін алды. Одан үй алды Ақжарқын. Барлығы қашан тұрмысқа шығасың деп айта беруші еді. Жасы 36-ға келсе де өз теңін тауып, оны анасымен таныстырып, Дубайда күйеу жігіті сөз салды. Не деген әдемі көрініс, иә? Одан кейін Ақжарқынды енесімен, яғни күйеуінің анасымен таныстырды. Енесі өте жүзі жылы, сондай керемет адам екен. Және де күйеуі оған көлік сыйлады. Барлығы рет-ретмен болды. Ақжарқын қыз ойнағын жасады, одан сырға салды. Қай уақытта да адам бақытты болам десе, бақытты бола алады. Әр нәрсе өз уақытысымен. Міне, дүркіретіп тойын жасады. Атақты Қазақстанның әншісі Мадина Садуақасова алып шықты. Не деген керемет көрінісі. Одан тойда өзінің анасына арнап әнді де айтты. Ақжарқын өмірде ештеңеден ұтылған жоқ. Кеш болса да өзінің бақытын тапты. Өзі қалағандай оны Аша ханым ұзатты. Сұлу да жарқын қыз Ақжарқын өте әдемі ұзатылды. Бақытты бол, барған жеріңде тастай батып, судайсың. Үбірлі-шүбірлі бол. Өмірде барлығын өз ретімен жасай білді. Осындай қайсар қыз өз еңбегімен, өз тойын жасап, осындай үлкен дәрежеде тойын өткізді. Өте керемет.